Жетісу облысындағы Қапал ауылында балаларды армрестлингке тегін үйрететін жаттықтырушы тұрады. Өзі ауылдық әкімдікте бас маман болып жұмыс істейді. Ал ауыл жастарының армрестлингке деген қызығушылығын байқаған ол 5 жыл бұрын мәдениет үйінің бір бөлмесін жабдықтап, арнайы үйірме ашты. Шәкірттері бүгінде аудандық облыстық жарыстарға барып жақсы нәтиже көрсете бастаған. Ардақ Айбарұлы әңгімелейді. Қапал ауылының тұрғыны Владимир Чепел 2015 жылдан бері армрестлингпен айналысады. Өзі қол күрестен спорт шеберлігіне үміткер. Оның аудандық, облыстық жарыстардағы жетістігін көрген ауыл жастары өздерін осы спорт түріне баулу туралы ұсыныс жасаған. Владимир көп ойланбастан мәдениет үйінің директорынан бір бөлме сұрап алып, балаларды жаттықтыруға білек сыбана кіріседі. 2018 жылдан бері осы залды ашып, зал балаларға тегін, яғни балалар ең басты келіп осында бос уақыттарын өткізеді, тиімді пайдаланады, жарыстарға апарамыз. Ең бастысы бар ғой, мен ойлаймын да, адам өзінің білген нәрсесімен қасындағы жүрген замандастармен, әріптестермен, достармен бөліссе, көмек көрсетсе, бұл үлкен жетістік. Жаттықтырушы бастапқыда залға қажетті жабдықтарды таппай қиналады. Бірақ ауыл балаларының болашағына бейжай қарамайтын азаматтар Талдықорғаннан білекті шынықтыруға арналған блок, тренажер, кір тастарын жеткізіп беріп, қолдау көрсетеді. Ал қол күрестіретін үстелді ауыл ақсақалы Ақылбай аталары жергілікті дәнекерлеушіге жасатып сыйға тартқан. Қапалдағы армрестлинг секциясына қазір 21 бала барып жүр. Мен өзім бұрыннан бері өзім күшім болды. Класстағы балаларды, сыныптағы балаларды өзім ота бердім. Сосын ары қарай өзім қол күрес деген осы жерді білдім өзім. Сонан бері көктемнен бері қатысып, өз ағайымызбен бірге жарыстарға барып, ауылда да жарыстар жасап, сөйтіп өзім дамып жатырмын. Осы жерге мен Ернат алып келдім. Ернат қол күреске қатысқан мен де қызықтым да. Бірге осы Ернатпен келіп тренировка жасауды бастадым. Ағай көптеген тәжірибелер үйретті, техникаларын үйретті. Мен басында келгенде ешқандай күшім болмады. Ағайымызды өзіміз үлгі тұтамыз. Ағайымызға көптеген рахмет айтамыз. Владимир Чепел балаларды тегін жаттықтырумен қатар өз қаржысы есебінен ауылда армрестлингтен жарыс ұйымдастырып тұрады. Жүлде қоры аса қомақты болмағанымен, ол балаларды психологиялық тұрғыдан дамытуға оң әсер етеді. Ең бастысы іштегі қобалжуды кетіріп, жастарды үлкен жарыстарға барғанда қарсыластан қаймықпауға даярлайды. Ең бірінші жарысқа бізге 30-40 мөлшерінде балалар келді. Осы жазғы чемпионатта бізде 60-70-ге жуық бала келді. Біздің былай айтқанда кәмелетке толмаған топтардың ішінен балалар үлкен жарысқа қатысып, сол жерде жүлделі орындарға ие болып отыр. Яғни ол да біріншіден балалардың еңбегі деп ойлаймын. Владимир Чепелдің ендігі арманы өзі баптайтын ауыл балаларын республикалық, құрлықтық және әлемдік додалардан көру. Оның шәкірттері чемпион атануға қазірдің өзінде дайын деуге болады. Сондықтан Шардара қол күрес мектебі сияқты Қапал армрестлинг клубының да атағы алысқа кететін күн алыс емес. Қапалда 2025 жылы Аманат партиясының қолдауымен жаңа спорт кешені салынып, пайдалануға беріледі. Енді жергілікті билік өкілдері Владимирге жаттықтырушылық штат ашып берсе екен дейміз. Өйткені еңбек бағалануы тиіс дейді ауыл азаматтары. Ардақ Айбарұлы, Қуаныш Түргенбаев, Хабар 24, Жетісу облысынан. Әзірге айтарымыз осы, арнамыздан алыстамаңыздар.